Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қазір мен сіздерге флоумен қалай жұмыс жасау керектігін көрсетемін. Ең алдымен қалай тіркелеміз, қалай кіреміз. Осы поискқа флоу деп жазсаңыздар болады. Қазір мен Google'дан көрсетемін. Флоу деп жазып, осы жерде Google Apps-тың продукциясы, осының ішіне кіресіздер. И сосын кіргеннен кейін сіздерде мына жерде Create with Flow деп тұрады. Соны таңдайсыздар. Мына жерде тұр, міне. Осыны таңдайсыздар. Таңдағаннан кейін Google арқылы регистрация жасап, сосын сіздерден екі жаңағы шақты сұрайды. Біріншісі галочка қоясыздар да продолжить етіп, екінші рет продолжить ету үшін сіздер ползунокты жаңағы берілген соглашениені оқыған сияқты жоғары төмен жасайсыздар. Сол кезде продолжить кнопкасы жанатын болады. И одан кейін сіздер егер дұрыс жұмыс жасауды білмесеңіздер, онда бұл жерде мынандай нәрсе бар. Flow TV деген сол жерде жаңағы жасалған жұмыстардың промптары мен видеолар көрсетіледі. Негізгі интерфейсі осындай. Мына жерде создать проект деп жаңа проекттеріңізді бастайсыздар. Одан кейін мына жерде сіздің аккаунтыңыз тұрады. Бұл жерде сіздерге бір кірген кезде только 100 кредит қана беріледі, ол айына ғана. Одан кейін сіздер платный версиясын сатып алсаңыздар болады. Flow TV-ға кірген кезде мына жерде жаңағы нелер тұрады, мынандай нәрсені қалай жасау керек деген сияқты дүниелер тұрады. Оның промпты мына жерде жазылып тұр, міне. Дұрыстап қарасаңыздар, осы жерде шығып тұрады. Жаңағы соны создать ету үшін копировать етіп аласыздар мынаның промптын. Сосын мынаны ауыстыру арқылы жаңағы дүниелерді көре бересіздер. Мынандай нәрсе жасау үшін мынандай жаңағы бізге промпт керек екен. Соны копировать етіп, қазір пример ретінде қарап көрейік. Сосын тағы мынандай нәрсе жасау үшін, осындай нәрсе жасау үшін, осындай нәрсе жасау үшін, не, так, осындай нәрсе жасау үшін жаңағы бізге осы жерден қарап көрсек болады. Немесе ChatGPT-ден сұрасаңыздар болады. Бастапқы бетіне кірдік. Сосын создать проект, мына жерде проекттарды көрсетейін. Енді бұл жерде мен семинарда да айтқам, негізі бірінші жаңағы егер бет әлпет өзгермеген қаласаңыздар, онда жаңағы картинканың өзін качественный фотода түскенді пайдалану керек. Яғни қазір ашып көрсетейін. Мына жерде создать проект басқан кезде сіздерде осындай жаңағы бет ашылады. Бірінші қарайтынымыз видео по описанию, ол чисто промпт арқылы жасалынады. Видео по кадрам, ол жаңағы картинкалар, екі картинканы қойып жаңағы подкаст, сондай тағы басқалар жасайтын болсаңыздар. Видео по образцам, жаңағы бірнеше образ бойынша, бірақ бұның кішкене нелері бар. Енді оны ChatGPT-ден сұрап жасайсыздар. 3 картинка қоюға болады. И одан кейін создать изображение жасауға болады. Одан кейінгі қарайтын нәрсе, мынау B3-бірді басқан кезде вертикальный, горизонтальный ауысатын жер бар. И одан кейін запрос сразу 2, 3, 4 жасайтын бар. Біреуге қойып қояқ. Сосын мына жерде VO quality деген бар, ол 100 кредит алады. 8 секундтық видео жасаған кезде. Ал мына жерде 5 аудио жасап береді. Осылай жаңа кіріп жұмыс жасаймыз. Одан кейін конструктор сцена деген бар, яғни каждый сценаны отдельно скачать етпеу үшін мына жерде сценаларды қойып қоясыздар. Сосын осы жерден полный бір